тағатына бердік. Жаңа тағат сіздер үшін ме? Жаңа тағатты сіздермен біздер талқылаймыз. Ол жаңа тағаттың бірінші маңыздылығы ерекше қажет. Енді қазір мәселелер соған дайындау үшін мәселелерді көтеруге орайды. Соғып тұрмай жүреді. Маған жазып береді. Сабағымызға дайындық бар ғой? Бәріміздің дайындық бар ма? Қалымсақ, дәптер, тақырыпта тұр, тақырыпты жаза беруге болады. Тақырыпты жаза беруге. Дайында жаза беруге. Тақырыбы береді.
Махабекті қалай дейміз қайтып? Махабек дегеніміз Польшаның шектеулі нүктелерінен айналып өтіп шығып немесе шектеулі нүктелерде тұрғанымыз қалай? Қандай шектеулі нүктелер бар? Цилиндр құлауын қалпағы. цилиндр жауып тұрған және цилиндр ішіндегі қысым туындыруға арналған. Енді блок кәрді немесе сақтауға, тасымалдауға арналған. нені сақтауға? Мотор. Мотор майларын сақтауға және тасымалдауға. Сіздермен біздердің қорғаушылық жалпы құрылысына қосылып өттік. Соның кейін біздің тақырыбымызға келейік. Тақырыбымыз өндіріс механизмін жөндеу. Жалпы құрылысы кезінде автокөлікті қозғалтқыш. Жалпы осылардың бәрі қозғалтқыш деген не? Мағына бізде. қозғалтқыш дегеніміз цилиндрді жармашылықты жылу энергиясы механикалық энергияға айналдырып қондыру. Цилиндрдегі жанған орынның жарылыс энергиясын механикалық энергияға қозғалысқа немесе энергияға қондыру. не қондыру? Негізгі автокөліктің негізгі қондыру. Лайфында өндірілік механизмдер, оның тақырыптың негізгі бізге беріп қойылған талабымыздың мақсаты сол өндірілік механизмдер жөнінде ауыстыру. Өндірілік механизм деп тұрғанымыз. Қазір тапсырып өтіп, өздерінде батанды көріп өттік. Негізгі өздерің айтқандай өндірілік механизм негізгі блоктар. Сосын кейін индивидуалдер, индивидуалдер, блоктар дедік. Сосын кейін неден тұрады тағы? Шатырымыздан. Сосын кейін поршынмен поршынымыздан тұрады. Тағы неден тұрады? Әлбетте сақиналардан. Бағана айтқанымыз сақиналарымыздан. Оны жеке-жеке тоқтап өтеміз. Бірінші негізгі осы блок деп тұрмыз ғой негізгі. Осының бәріне блокқа бекітілген. Біз айтып тұрған механизмдері блокқа бекітілген. Блок деп тұрғанымыз бұл кейбір автокөліктерде шойын балқымасына қойылған, кейбір автокөліктерде алюминий балқымасына қойылған. Өтілер ол өтпетінде. Ол негізгісі осы. Енді сол бүгін тоқталатымыз осыған қандай осы бөліктерде қандай ақаулар бар. Бірінші блоктан бастап кетейік. Сосын біз қайтадан жинап несіне келеміз. Блок деп тұрғанымыз блокта өздері көріп тұрғандай блокта резба бағана айтып тұрған пардон карта бекітілетін жерде резбамен бекітілетін резбалар бар. Осылардың резбасының немесе кетуі. Білесіздер ғой, резба? Слесарный жұмыстарда резба салу жұмыстармен байланыстырамыз. Білесіздер ғой? Сыртқа ішке резба салу. Бұл жерде қандай резба салу? Ішке резба салу. Осылардың егерде пардондарымыздың двигатель басынан ақаулар болып тұрса, бұл жерден не шығып тұрады? Май. Осылардың күшкені көрсетпеді, бірақ та осы жерде бұлардың резбі іскетті жөнді тартына болады. Білесіздер ғой? Білесіздер. Енді осы негізінде бұл біздің сіздермен біздер бұл блокты тек қана бұл жерде жасалу үшін біздер жоқ. Өйткені бұл арнайы қандай жерлерде жасалады? Шеберханаларда жасалады. Ремонтталады, шеберханаларда жасалады. Бұның тағы да қандай ақаулары бар? Иә, бірінші сынуы, дұрыс айтасың сынуы.
Сосын кейін Шытынау деген бар ғой? Шытынау деген көрсетейін деп тұрмын. Блоктың шытынаулары болады. Блоктың шытынаулары. Егер де мынау жаңағы айтып жатқан мына жердегі жаңағы резбалар кетсе, бұл жарамды ма, жоқ, жарамсыз болып есептеледі ме? Жарамсыз. Жоқ, мына резбасы кетіп қалса. Бұл резбаны қалай келтіреміз? Ішкі резбаны, мына резбаларды ұлғайту арқылы, үлкейту арқылы келтіреміз. Егер де ол мына екі цилиндрдің арасында шытынап кеткен болса, екеуден артық шытынаса, ол жарамсыз болып есептеледі. Ал қалған резба бөліктерін немесе мынандай бекітілген қосымша резба бөліктерін бұны үлкейту арқылы жарамды болады. Үлкейтеміз мына диаметр мына блокқа келетін нәрсені резба салу арқылы үлкейту алуға мүмкіншілік бар. Егер де ол жаңағы шытынаған немесе мына көріп тұрғандай ондай сынық жерлері болса, жарамды ма? Жарамсыз. Бұл блок жарамсыз. Бұл блок жарамсыз. Енді біліктің өзіне келсек, енді біліктер тұрғанымыз. Маған ескі біреусі кішкене көмек жүрген бөлі, шағы. Енді білігімізді оң шалсақ кішкене. Шетінде үстін болу үшін мен оны шығарып көрсеткен едім. Әрді бұна арқашаны алдарыңызда енді білік тұр. Енді біліктің өзі нелерден тұрады, ол құрылысын білесің бе? Енді біліктің нелерден тұрады? Моншалардан тұрады. Бұлау қандай монша? Тұрғаныз? Türk'ün maaşı da kaç yok? 5. Şampiyonluk maaşı şu? 4. Bunlarda kanday yerinde akıl var mı? Ciğerli olur. Ciğerli. Kaç yer ciğerli? Bizde aynı hasta bağlanı gibi bu maaşlar. Bozu mu? Bozu abi. Ya, birisi Bunlar qanday to'g'ri bo'ladi bu yerda? Bular diametri bo'yicha to'g'ri shu bo'ladi. Bular ne bo'yicha qo'yadi? Ya, so'sin keyin endi birliklarimizni taqdir aytib deb turgan. Taqdir nelerdan turadi? Kanallardan turadi, bu ko'p turadi. Onun için diyor saplanıp koyuyor. Majur kanallardan. Majur kanallar ne bo'ladi? Baylap turadi. Yerlikte çalışır baylap turadi. Boş getirsin. Yeterli olur mu ama? Bu ayıp tutan yeterli böyle bizi arayınca tutuyor. Bunlarda remont var, can var. Bunlarda kaydanan kalmak gezdik alırız. Sorun geliyor. Akşamda kaldık yorulsak diye sorarız. Qanday narsa bo'lsa da Vaqaylikning turgan rezbasi qanday edi? Ya rezba o'sha yerda tashkil ayib deydi. Jaramsiz bo'lib turgan o'slar rezbalari ketib qolma? Yo'q. O'slarning rezbalari ketib qoladi. Rezbalar jo'yadi. Bilmaymi bu qolmas. Bu rezbalarni biz xalqqa keltiramizmi? Xalqqa keltiramiz. Ulkaytib atamiz. Vaqaylikning o'zini ulkaytib atamiz. Xalqqa keltiramiz. Mo'yinchalarda xalqqa keltiramiz. Bularda shirin bo'ladi.
тиімді білгіміздің сұрап келіп тұрса, бұл тиімді білікті біз жарамсыз деп есептейміз. Сосын кейін мына шпонға тұр ғой өзі. Ол шпонды не үшін? Сұрабайын кейбірлерде, ол шпонға кеңею бола ма үшін біз? Кеңею, үнемі қозғалсын, кеңею бола ма шпонға? Ол шпонға тұр орын, халыққа кеңею бола ма? Қайтады бұны? Мынаға толтырып, қайтадан жол арқылы арнаулы шеберханалар бар. Бұл блокта бізде арнаулы шеберханалар бар. Тағы да мен блокта енді қайталап айтып кетейін, блок көріп тұрғаннан кейін блок дейміз. Бұл блок гильза осы блокқа бізге құйылған көріп тұрсыңыз ғой, гильзалардың тағы да бөлек гильзалар болады ғой. Осы сызаттарымыз болса, көмірді көрсету емес, сондықтан мен гильзаны былай көрсетіп тұрмын. Ал, гильзаларда қандай нәрсе болады? Үнемі қозғалыс болып тұрғанда сындыру, зат немесе ол жерде кедергілер болады. Енді сол қайталап айтайын, шатынның шатын поршын өзі компрессиялық сақиналардан оған өзі екі компрессиялық сақина, бір майсыздық сақина. Осының өзі поршынның түбі, мына ұйымдасы ма? Ол бекітілген жерлерде қандай ақау болуы мүмкін? Дыбысын әдейі шығарып алып бұл не жойып тұр? Осылардың тозуының арқасында үнемі қозғалыста болған жаңағындай дыбыс бізде қалай ма? Дыбыс арқылы беріп жатады. Бұны жөндеу тәсілі керек. Жаңағы престеу, қыздыру арқылы оны шығарып, қайтадан оқыту. Егер де осындай ұяшық көбейіп кетсе, ол пайыз. Мына диаметрін өзгерту арқылы қайтадан өзгерту, шатын ремонт болады. Ал енді поршын, егер де поршыннан зат болса, оны ауысу. Бұл бұралар немесе жеңдер. Егер де мына төменгі карибалға кейінген моншалы орындағын үлгейсе, бұрында жаңағы арнау шеберханаларда толтырып қайтарып ремонт болатын еді. Толықтарды ақыл болды. Енді біз жаңағы сақиналарды бір жейіндеп тұрған компрессиялық сақина. Өздерің айтқандай бұл компрессия беруші ғой, сынды тұру үшін. Мен мына сақинаны алдым, сақинаның заборын үшін саңырау. Қандай сақина бізге жарамды, қандай сақина? Жарамды. Тәсілмен өлшеу екен, компрессия сақина. Мына шут деген өлшеу құралы бар. Сол өлшеу 27-тен 40-қа дейін бар көреді. Мына шутымыз 40. Бұл жарамды деп есептеймін. Егер де осыдан үлкен болып кететін болса, саңлау біздер сақинамыз жарамсыз болады. Жарамсыз деген не тұрмай жүреді? Сондықтан ол ауыстырылу керек. Сақинаны біз ауыстырамыз. Сақинаны ауыстыру тәсілдерін былай көрсетейін. Мына сақиналар астыңғысы жаңағы мына машинаның сақинасы, мына осымен салыстырғанда сақинаның залогы қалай болып тұрады? 45
ұсақ инаны салған кезде оған қарама қарсы 90 градус осы жағынан қарама қарсы болу керек. Екінші компрессия салынады. Үшіншісі оған қарама қарсы. Бұл не үшін қажет? Компрессия салады. Біздегі жаңағы цилиндрдегі жанған отының қуатын бірден жаңағы неден цилиндрден екі ағымнан өтіп кету үшін, оған кедергі болу үшін ар жаққа бағытталып салған. Енді жаңағы түркі батшылығында индивидуалды жөндеу ауыстыру деген мәселемен мына кіші шығарайық та. Есбол. Қазылап түркі партияға қайтадан отырғызғаннан кейін каннибал кигізбестен бұрын бұны қалай істейміз? Майлау керек. Майлау арқылы не қыламыз. Бұл жаңағы түпкі мына көрініп тұрсын ар жағында мына шетке тұрыңдар. Түпкі подшипниктер тура мынандай замок өзінің бағана төсеніштер деп тұрмыз ғой мына төсеніштеріміз. Мына төсеніштеріміз тура өзінің мынандай замогы бар. Қолболады салынады. Тура өзінің орнына киіліп түсу керек. Бұл әрбір неғып кетпеу үшін, сондықтан қайтадан салған кезде бұны майлап отырғызамыз. Бәрін осындай маймен кезегімен майлап салмасақ не болады? Күйзелісті азайту үшін, бастапқы күйзелістер азайту үшін негізінде май жүріп тұрады. Май жүріп тұрады, баштарымыз. Енді, ана енді бөліміз қояйық. Мына мотор. Енді бөлігімізді ағында қояйық. Бері қарай келтіреміз. Арт жағына келтіреміз. Майланған енді бөлік. Ал енді жаңағы бер таман не қылайық, бер таман кішкене. Есбол, бұлай таман тұрып, бәрімізге көрініп тұру үшін. Бағанағы түркі подшипниктің өзінің қақпақшасы бар ғой? Қақпақшасы. Ретімен қоямыз. Бұл да өзінде көрсетілген. Қақпақшаның өзінде қай бағытқа тұру керек? Міне стрелкамен бағытта қойған, стрелкасы бар. Стрелкасымен көрсетілген. Стрелкамен бірінші түпкі подшипниктің қақпақшасы, екінші түпкі подшипниктің қақпақшасы. Бәрін ретімен. Есбол ақылы жүргізілер. Ол тарыз. Есбол мұна көрініп тұру үшін бір жердің бәрі қырыңмен тұрып тұрады. Biz қайсы нелер жинап жатырмыз? Түпкі подшипниктің қақпақшаларын кигізіп жатырмыз. Кәне бұл айқында ендерлекті кигізіп жатырмыз, ендерлекті орнына қойып жатырмыз. Барлығын өздерің айтқандай майлау арқылы. Көрмейді ішке күлші. Өзі көптігіне басылғының ұшылары бар. Мынандай шкаласы бар. Қандай күшті қоятынымыз. Мен қазір көрсетем. Жылжымалы. 6-ға қойып тұрмыз. Қазір мен тартам оны. Бұл ендібіліктің негізгі түпкі қақпақшасын, жаңағы ендібіліктің блокқа бекітілетін несін жүргізіп жатырмыз. Тартуды Есбол қолынан неғып тұр. Тарту ортадан басталады ғой.
Бірінші ортадан бастаймыз. Бұл екі этаппен жүріледі. Бірінші рет жұмсағырақ, екінші рет одан қаттырақ. Бәрін бір тегіс бірінші жұмсағырақ тартып аламыз реттеп. Ортадан X тәріздес немен тартамыз. Бұл түспетті. Чатын кертім. Алдымен бірінші этап күйінші тартып аламыз. Барлығын тегіс. Әрине бұның бәрі жасалу керек еді. Верстактардың үстінде, арнайы жағы қондырғының үстінде тартылу керек еді. Бірақ сендерге ондай нәрселердің қазір не жоқ. Мен жалпы сендер көрсетіп жатқаным. Осындай реттілігімен түсінікті ғой, бірінші жағы бір этаппен тартып алып, ортасынан бастап, екінші этаппен қаттылап, жаңағы күшпен кездірді. Дұрыс естілді ғой күшпен? Кеткен дұрыс естілді. Ауыстырған нәрсені тақым бағыттарымызда келтіріп, қоршын ұйымдасының изіндерден кейін жаңағы бағытта оқыралым. Күштің көмегімен. Өйткені сақиналар қайтеді? Сақиналар, қоршын тигізген кезде сақиналар ажырап тұрады. Сондықтан олар қысым үшін ондай қысым мына сақиналарды олар қысып кіргізбесек, сақиналар қоршын қайда орнына келе ма? Бұрынғы көне жаңадан ондай бағыттауыш, направляющий дейді ғой, шөпшөктен. Бұларды диаметр, поршындардың өзімізде диаметрлері әртүрлі ғой, әр машиналарда, автомобильде, автокөліктерде диаметрлері әртүрлі. Сондықтан мынандай шөпшөкпен жасалды. Жаңағыда айттым, ондай шөпшөкпен бағыттауыш, түсінікті ғой бай? Иә. Бағыттап қайдан болуы салды. Бейге соны көрсетпестен бұрын бұл негізінде қозғалтқышта түсірген кезде біз техника қауіпсіздігін басынан бастауымыз керек қой, иә? Қозғалтқыштар автокөліктен түсірген кезде біз нөмір түсіреміз, крандардың көмегімен, немесе қамдардың көмегімен, иә? Просто біз электр бөліктерінің қондырғылардың көмегімен түсіреміз. Сондықтан бізге ол жерде ең бірінші қозғалтқышты автокөліктен шешкен кезде қайтеміз? Құрал саймандар жаңағы электрдің өзі тұғын матан шатты. Сол кезде электр фазларды, электр қондырғыларын байқауымыз керек. Олардың ашық яғмауымыз керек. Тросты дәл өзінің елесін жерде жүріміз керек. Мына көтерген кезде өзінің елесін жерлері бар, тросты сөзге келіп, трост емес шынжырларды сол жерге, сол көтерген кезде еңбек қауіпсіздігін тартып, олардың көтерген қозғалтқышымыздың астында болмауға тырысу керек. Автокөлігіміз онdan қозғалмауға тырысу. Оның бәрі жағын тоқтатып қойылған, тежеліп қойылған, көтерген кезде техника қауіпсіздігін сақтауымыз керек. Көтеріп түсірген кезде, бұны қайтадан жинағаннан кейін де дәл сондай жұмыс жүреді. Сол кезде техника қауіпсіздігін еңбек қорғау ережелерін сақтауымыз керек. Енді жаңағы бейне нені көтерейік. Енді бұлар бағана айтып өтті орнында біздің уақытымызды алудың қажеті жоқ шығар, бұның бәрі түсінікті болды. Иә, түсінікті болды ма? Не нәрседен тұратын түсінікті болды? Бұл арызда алғанда мынау өзгесі өрт тұрғанда жаңағы гильзалардың жолы. Негізі гильзалар тозып, яғни осындай жолы станоктар арқылы бұл қандай яғни келтіреді? Жолы арқылы бұлардың диаметрін өзгертеді.
Bağlama ayttık koy. O tek ama arnayı şebekalar cümletten çıkmıyor mu? Yok bakma. Buna indikatör de tutan bağlar bunu değerlendirin, seçimleri çözebilirim. Konunu aynen sonra bir soruna çekmiş gibi sen köprü götün bırakın yok bak. Özü mason bayını korkkan suyuqtuk verilip to'g'ri buni o'rganmaydi. Bularning bari o'tganda biroz o'ldirsa, ne balo, yugursa ne paydo bor? Qizal, ne? So'ndықтан bularga bunda suyuqtuk verilib turibdi. Енді жалпы құрылысын жаңа бағана түсіндіріп кетті, Абылайдың оны яғни қысқа бізде видеосы бәріне түсінікті болу үшін. Мен Мына жерде көрсетіп анандай таза болу керек, ақш күректе. сөйтіп тұрған жаңа барысында көрсетілген. Майлау керек, таза майлау. Немесе енді бір бағанаға несі геометрия жүзі ал, микромері енді білігіміздің өлшемі өлшемі. Жүзі механизм күйінші, механизм жүйелі күйінші сұрақтар бар ма? Түсінікті ма? Мынау осының бәрі дұрыс болу үшін еңбек, оны техника қауіпсіздігін сақтауымыз керек. Бағана айттық қой, қозғалыстар түсірген кезде, көтерген кезде біз қандай автоматтармен, тандермен немесе павиаmentтермен түсіреміз, немесе жаңғыз көшеде қазір жаңағыдай болмау керек, аяғымызға түсіп кетеді. Енді соны сақтауымыз бар. Енді өздерің білетіндер осының бәрі жаңағы технологиялық карта бюджет 500 миллионға бөлінген, мәселе технологиялық картаға түсіндірген. Әр автокөліктің жаңағы қозғалыс күйінші технологиялық карта бар еді. Сол күйінше біз жұмыс басына барамыз. Технологиялық картада бәрі көрсетілген суреттермен берілген, қалай жүру керек, қалай алу керек, солай берілген. Ormanlar var mı?